Соңғы жарты ғасырда Арал өңірінде Сырдария өзені ағынының азаюына байланысты бүкіл табиғи кешендерде үлкен өзгерістер болды. Арал теңізінің құрғауы салдарынан оның қазақстандық бөлігінде ауданы 21,5 мың шаршы километр шөл пайда болды. Арал теңізіне іргелес Сырдария өзенінің төменгі ағысында 2,5 мыңнан астам үлкен, кіші көлдердің бар болғаны 155 ғана қалды. Өзеннің егіншілікте пайдаланатын бөлігінде жер асты суларының балансы қысқарды. Бұл олардың минералдануының литріне 10 граммға дейін артуына және жер асты суларының минералдануымен жердің ауданы литріне 25 граммға дейін 3 есе ұлғайды. Қызылорда облысына түсетін су ресурстары көлемінің алдағы жылдарындағы тапшылығына байланысты егіс алқаптарының құрылымын ылғалды аз тұтынатын, тұзға төзімді дақылдардың үлес салмағын арттыру қажеттігі туындайды. Қызылорда облысындағы егіншіліктің негізгі шектеуші факторлары топырақтың тұздануы және суармалы судың тапшылығы болып табылады. Аймақтағы өсімдік шаруашылығының тұрақты дамуы үшін тұзды топырақ жағдайында жоғары өнім алуға қабілетті, дәстүрлі емес, тұзға төзімді дәнді және мал азықтық дақылдарды енгізу үлкен маңызға ие. Өсімдік шаруашылығын әртараптандыру бүгінде біздің өңір үшін өзекті болып табылады. Жоба қатты және орташа тұзды топырақтарда жүзеге асырылды. Жобаның негізгі мақсаты Қызылорда облысының шаруашылықтарында қатты және орташа тұзды топырақтарда тұзсыздандыру элементтері мен технологияларын ауқымды тираждау. Жобаны іске асыру үшін 2020 жылы Біріккен ұлттар ұйымының ФАО, азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымы мен ұлттық аграрлық ғылыми білім беру орталығы коммерциялық емес акционерлік қоғам арасында келісім жасалды. ФАО мен ұлттық аграрлық ғылыми білім беру орталығы арасында жасалған келісім шеңберіндегі іс-шараларды іске асыру еншілес ұйымы Ыбырай Жақаев атындағы Қазақ күріш шаруашылығы ғылыми зерттеу институты жүргізді. Түйе жоңышқаның алаула сорты мен қант құймайы дақылын өсіру және чизел агрегаты мен терең өңдеу технологияларына жүргізілетін мониторинг нәтижелері бойынша фенологиялық бақылаулар үнемі жүргізіліп, егістіктерге күтім жасалды. Ағымдағы жылы жаңа жол жауапкершілігі шектеулі серіктестігі түйе жоңышқаның алаула сортын енгізу бойынша 5 гектар алаңға тәжірибе жүргізілді. Өсімдіктің белсенді өсуі сабақ түзеу кезеңінен кейін байқалды. Бұтақтану фазасының ұзақ болуы, биологиялық сараптамалары бойынша алаула сорты кеш пісетін сорттар қатарына жататындығымен түсіндіріледі. Өсімдік өскіндерінің толық шығуы, оның өнімділігіне тәуелді болатын шөптің бастапқы тығыздығын құрудың негізгі көрсеткіштерінің бірі. Өскіндердің тығыздығы тұқымның далалық өнгіштігіне байланысты. Біздің тәжірибелеріміздің өсімдіктердің сақталуы, өскіндердің толықтығына және вегетациялық кезеңнің материологиялық жағдайына байланысты болды. Өсімдіктердің далалық өнгіштігі және ылғалмен қамтамасыз етілуі неғұрлым жоғары болса, өсімдіктердің қауіпсіздігі соғұрлым жоғары болады. Түйе жоңышқаның алаула сортының жасыл массаның өнімділігі гектарына 120 центнер құрады. Түйе жоңышқа 2 жылдық дақыл болғандықтан, дақыл тұқымы 2021 жылы алынады. Жалағаш ауданының Ерәлі шаруа қожалығы 5 гектар көрсетілім учаскесінде топырақты терең өңдеу технологиясы енгізілді. Топырақ тұздылығын төмендетудің инновациялық технологиясының тиімділігін анықтау үшін 2 учаске жоба бойынша күріш дақылы егілді. Біріншісі топырақты терең өңдеу арқылы, екіншісі топырақты дәстүрлі әдіспен өңдеу. Күріштің лидер сорты егілді. Оның вегетациялық кезеңі 120-125 күн. Топырақты терең өңдеу технологиясы бойынша мониторингтік жұмыстар терең қопсытқышпен өңделген. Атыздағы талдауға сәйкес тұздану дәрежесі литріне 1,4 грамм болса, топырақтың дәстүрлі әдіспен өңделген атыздағы көрсеткішпен салыстырғанда 1,8 грамм құрағанын көрсетті. Учаске топырағының ерен деңгейі сәл сілтілі. Биометриялық талдау жасау үшін атыздағы өсімдіктер алынды. Терең өңдеу әдісімен өңделген атыздағы күріш өсімдіктері дәстүрлі әдіспен өңделген атыздағы өсімдіктермен салыстырғанда биіктігі 120-125 см, дәнділігі 1 масақта 100 дана толық тұқым, дәнді толтыру жағынан едәуір асып түседі. Ыбырай Жақаев атындағы Қазақ күріш шаруашылығы ғылыми зерттеу институты Қарауылтөбе ғылыми өндірістік учаскесінде биылғы жылы қант құймайының Қазақстан 16 және Қазақстан 20 сорттары егілді. Егін жинау алдында бұл дақылдардың дәнділігі, ылғалдығы жоғары, ал сабақтары мен жапырақтары әлі де жасыл және шырынды. Оларды сүрлемге пайдалануға болады. Дақыл Lova GM 80 комбайнымен тікелей жиналды.
Дәндік қант құймайының өнімділігі гектарына 1,2 тоннаны құрады. Көк балаусасы өнімділігі гектарына 270 центнер құрады. Қант құймайы және түйе жоңышқа сияқты дақылдардың витаминлеративті қасиеттері топырақтағы тұз мөлшерінің төмендеуіне әсер етеді. Сондай-ақ бұл дақылдардың топырақты органикалық заттармен байытады. Бұл қант құймайы дақылын өсіру кезінде қарашірік құрамының 0,26%-ға, түйе жоңышқаны өсіру кезінде 0,35%-ға артқаны белгілі болды. 2020 жылдың желтоқсан айында Ыбырай Жақаев атындағы Қазақ күріш шаруашылығы ғылыми зерттеу институты Орталық Азия мен Түркиядағы ауыл шаруашылығы өндірісінің қуаңшылыққа ұшыраған және тұзды аудандардағы табиғи ресурстарды кешенді басқару FAO ГЕРК жобасы шеңберінде Орталық Азия мемлекеттерінің аумағы Қазақстан, Өзбекстан және Түркменстанда. Бұл бүгінгі күні экологиялық апат аймағы болып саналатын Арал өңірі аймағына кіреді. Қызылорда облысындағы тозған суармалы жерлерді тұздауға қарсы күрес және қалпына келтіру практикасын жетілдіру жөніндегі демонстрациялық іс-шаралар тақырыбында конференция өткізілді. Конференция жұмысына мемлекеттік органдар мен FAO өкілдері, ауыл шаруашылығы ғылыми мекемелерінің ғалымдары мен фермерлер қатысты. Онлайн конференцияға 140-тан астам қатысушы тіркелді. Мұнда аталмыш проблемалар көтеріліп, тұздануға қарсы тәжірибелермен бөлісті. Мұның бәрі суармалы жерлердің құнарлылығын арттыруға, өнімділікті жақсарту және фермерлердің әл-ауқатын арттыруға бағытталған. Алдағы жылдары бұл техникалар Қызылорда облысының шаруашылықтарында пайдаланылатын болады.